Бұл мүмкін емес. Гидра? Сәлеметсіздер ме? Бұл мен Арк. Біз Ревлондық империяға келіп, ұрланған эльфтарды іздедік. Ал енді біз мына құбыжықпен шайқасып жатырмыз. Бұл әлгі елдерді жоюшы танымал құбыжық қой. Күмәнім жоқ, әлгі жігіт оны басқарып отыр. Адамдар бұндайды өзіне бағындыра алады ма? Барлығы да Сақинаның ісі. Не болса да біздерге шайқасуға дайын болу керек. Әзірше шегіне тұрайық. Ол бізді байқап қойды. Олардың көздерін жердің бетінен жойып жібер. Көріңдер, мен қаншалықты мықты екенімді. Ей, сендер ескі қақпастар, неге мені мойындамай тұрсыңдар? Біздің кланымызда менен ешкім тең келмейді. Пумба, сен әлсізсің. Сен әлсізсің, сондықтан сен өте күшті күшке ие болғың келеді. Сені не үшін мойындауымыз керек? Сен өзіңді де танымайсың. Умба, мен сені аяп кетем. Әрқашанда сен. Ешкім бұны армандамаған. Егер патшалықпен жұмыс істесең, тіпті сен бұндайды өз кланынан көрмегенсің. Құбыжықтарды басқаратын күш бар. Саған қызық па? Егер маған адал қызмет етем десең, мен саған ол күшті сыйлаймын. Сен қай жерден шыққаның маған қызық емес. Не істей алатынды көрсет маған, Фумба. Ең мықты Гидра. Ол менімен болғанда мен жеңілмеймін. Бәрі менің алдымда бас ниетім болады. Маған жоғарыдан қарағандарды бірінші бас негізем. Ал ендіше алға, қарындарын ашып қалса бүкіл әлемді жеңдер. Ұлы мәртебелім, мені кешіріңіз, мен сіздің бір қалаңызды жеп қоямын. Менің жануарымның қарны ашып қалған секілді. Оларға көп азық керек. Біз тіріміз бе? Соңғы сәтте қалқанды қолданып үлгергенім қандай жақсы болды. Сен ол шабуылды қалқанмен қайтардың ба? Ол бір қаланы бірақ қиратып жүрді ғой. Сен қайдан келдің, Арк мырза? Мен жай саяхаттап жүрген Ариана ханымның жалданушысымын. Айтпақшы, Ариана ханым қайда? Ариана ханым! Ариана ханым! Ариана! Ариана ханым! Білесің бе, мен есімде болған кезде мәңгілік иллюзияға түскенмін. Және қимылдай алмай қалдым. Және мен оның есінде болдым, және оның әр сөздермен естігенін білдім. Тыңдашы, Арк. Оны іздеп табайық. Сосын мен оған қаташылмын, және менің эльфтарға істегені үшін басымен жауап береді. Келісемін, оның басын алу керек. Және ертерек істегеніміз дұрыс. Гидра біздерге де, барлық адамдарға да қауіпті. Ол біз өліп қалды деп ойлап жатқан шығар. Кенеттен шабуыл жасауға әдемі сәт. Арк, алға. Арк. Ал Гидраши, ол қалаға қарай бет алып барады ғой. Бұл жерде біз ештеңе де істей алмаймыз. Бұл алып құбыжық. Елдерді қиратушы. Бұны табиғи апатпен теңдеп қабылдасақ та болады. Сондықтан да біз ештеңе істей алмаймыз. Келісемін, жер сілкінісімен дауылды тоқтата алмайсың. Бірақ Гидраны өлтіруге болады ғой. Иә, бұл рас әрине, бірақ
Сенде мүмкіндік бар деп ойлайсың ба? Әрине. Тёма, біз екеуміз әлгі сайтан алғырды іздеп табайық. Иә, Арк. Сәттілік. Ұлы мәртебелім, жаңалықтар бар. Елдерді қиратушы өсті, уәде берілгенде. Жақында оны соғысқа жіберуге болады. Өте керемет жаңалық. Сақиналардың барлығы Фумбаның арқасында орнап тұр. Ол да жақында дайын болады. Бірақ гидраны басқару үшін бізге әлгі ақымақ сорлы керек. Дұрыс айтасың. Жақында маған Фумбаның өмірін шешу керек болады. Бұл не қабажақ? Әскер шақырайық. Барлық қалалардағы бүкіл адамдарды шығарындар. Шыққаннан кейін солдаттар есікті жауып алсын. Бізге сеніммен тапсырылған қаланы біз қорғап қаламыз. Жол-жолдан кесім. Тіпті кеспеді де. Қалқанмен соққы. Және артынан жұмылған жұдырық. Мұна сайтан алғыр сауыт неден жасалынған? Оның тірі болу өте біртүрлі. Гидрадан кейін қалай тірі қалды? Ауада қалқу! Не бұның тыныс алуы? Мені алаңдату болды ма? Өз басын жем қылды ма? Мені ұту үшін? Сайтан алғыр! Жауынгерлік, аспан серсінен, үлкен дәрежелі, сыйқыр, үкім! Түсінікті, оның емделу қасиеті бар екен. Өмір сүргіш сайтан. Егіннен тегін емес, бұл құбыжықтың аңызға айналғаны. Мен әлі бұл сиқырды мүлдем қолданып көрмедім. Өте көп, және мықтырақ. Мен оны ұстап тұра алмадым ғой. Ендеше 5 минутта барлығын бітірейік. Сені шақырамын. Күл сайтаны және Фриц. Елдерді жоюшы аңыз. Хей, сен түсінетін кезің келді, ары қарай өте алмайсың. Казаниме каналын таңдағаныңыз үшін алғыс білдіремін. Бұл не тағы? Понта? Қалай бұл сауыттағы ақымақ, бұл сайтанды шақыра алды. Гидра, оны жеп қой. Ұсталдың ба? Ол сен бе түнек эльфикасы? Менің қызым болғың келсе, ертерек айтқаның дұрыс болар.
Жоқ, мен сені өлтіремін. Иә, құрбым, сен өте қауіпті қарсылассың, бірақ өзіңді бұлай биіктетпе. Биіктеу? Әрине. Сен менің гидрамды көрдің бе? Оның қасында сен боққа да тұрмайсың. Иә, жігіті мойындау керек, гидра өте мықты. Бірақ бұл дегеніміз, ол күш сенің күшін емес қой. Сен өзің жалғыз әлсізсің. Әлсіз, мен гидраны басқарушымын. Иә, сен әлсізсің. Сондықтан сен гидрамен мақтанып тұрсың. Әлсіздерді өзінің жануарларымен ғана жиналасың. Пумба, сен әлсізсің. Қолымнан не келетінін көрсет. Ол да солай ойлай ма? Кім күшті болса, ол өзінің күшімен ғана мақтанады. Және ол әлсіздерді қорғайды, сен сияқты емес. Маған жол серігім үйретті. Осындай адамдардан мен бақыт аламын. Сен маған ұнамайсың. Сендер барлықтары менің күшімді білмей тұрып, неге мені мойындамайсыңдар? Мен әлемдегі ең күштімін, сондықтан мен барлығын көзін жоям. Жылдам, бірақ бұл саған көмектеспейді. Осы ма сенің күшін? Мен сондай ақ көңіл емеспін, бір әдісіне 2 рет түсетіндей. Сен сайтан алғыр, маған бұлай жоғардан қарама. Маған сен, мен саған қара гидраны тағы да бақтаймын. Сайтан алғыр. Кескін. Ойлағанымдай болып шықты. Сен бұл құбырықтарды қарғыс мөрмен ғана бағындыра аласың. Ал сен өзін оларды бағындырамайсың. Бұл мөрдің бір ғана жерін қиратсам болды. Мөр болса іске аспай қалады. Сайтан алғырлар, не істеп қойдыңдар? Маған бәрібір. Гидра енді менің меншігімде емес. Және мына қаланы жермен жексен қылғанша ол тоқтамайтын болады. Тиема, қорықпа. Бұл құбыжық енді ешкімді өлтіре алмайды. Арконы тоқтатады. Тыңда, тоқтай тұр. Тыңдашы, тоқта. Мен жай сайтан алғыр. Императордың тек қана тапсырмасын орындадым. Өтінем, кешір мені. Енді сенің кешірімнің керегі жоқ. Сенің қолынан өлгендерден барып өзің кешірім сұрайсың. Отлауын қылышымен бірге билеп оны күлге айналдыр. Тілімтік, өмір бойы жолым болмай өтсін. Сен түзу тозаққа түседі екенсің ғой. Сен ешкімнен кешірім сұраудың керегі жоқ екен. Кетпейсің. Ифрит, оттық дем. Тыңдашы, бұл байқаусыз ба? Жоқ, ол айтқан етін ешқашанда олай көрінгім келмейді деп. Және әрқашанда өте мықты әдістер қолданады. Міне, соны.
Екеуін аман есен көргеніме мен қуаныштымын. Барлығын бітірдіңдер ме? Я, сен сияқты. Айтпақшы, мен қарасам, бұл не тағы? Мен бұны басқа әлемнен шақырдым. Бірер сәттен кейін өзі ақ жоқ болып кетеді. Қандайда мүмкін емес нәрсе. Жақсы, осындай батырлықтан кейін ешкім бағынбайтын шығар. Ал бұл қайдам? Сыбырлаушы құс, ол Данкадан келген шығар. Бұл, Данка, жаңалықтар бар. Ағы қандай жаңалықтар? Родындағы қанша миллиардна біздің Фангаспен кездесті. Демек, Роддың барлық жауапкершілікті өзіне алып, біздің жоғалған туыстарымызды іздейді ме? Иә, Фангас мырза. Бұрынғы келісімшартты бұзғанымыз үшін жоғалып кеткен эльфтардың барлығы біздің мойнымызға артылады. Біз кінәмізді жуып шаямыз. Роддыңды патшалық қанмен ант етемін. Алғыс пен ұсынысыңызды қабыл аламын. Бірақ сезіп тұрмын, оның артында өте үлкен нәрсе тұрғанын, намысыңыздан да. Менің ағамды, сектаны өте үлкен Ревлондық империя қолдап отыр. Ал екінші ханзада Декаресті әулие Ревлондық империясы оны мақұлдаған. Ол маған мәлім. Батыс пен шығыс Ревлон империялары өте үлкен тарихты құрап жатыр. Мәдениеті де ұстанады. Олар үшін басқа елдер болмайтын нәрсе. Егер бізде осындай патша пайда болса, бұндай қайғылы істер ешқашанда болмайтын еді. Түсінікті, бұның көзін ертерек жою үшін аққа сіз отыруыңыз керек. Яғни сіз бұл істе бізден көмек сұрап жатырсыз. Егер мен таққа отыратын болсам, эльфтар жеріне ешқашан бұндай болмайды. Және біздің патшалық сіздердің қорғанышыңыз болады. Мұндай келісімнен мен ештеңе де сұрамаймын. Тек болашақтан басқа. Адамдар мен эльфтар бейбітшілік өмір сүргенде. Бұл өте керемет ұсыныс. Жоқ, Фангас мырза. Сізде әлі естімеген сияқтысыз. Ламбалта лорды Эльфикаға үйленгенін. Адамдар мен эльфтар болашақта бір-біріне қарама-қарсы төске төс өмір сүретін болады. Мен де сезіп тұрмын, бізге қарама-қарсы өте ақылды патшайым тұрғанына. Алғыс білдіремін. Ариана ханым, Данканың ақпараты сізді қуантқан жоқ қой. Және бұл тапсырманы бұлай тезірек тоқтатады деп ойламадым. Иә, кенеттен маған өзімнің жоғалып кеткен эльфтарды іздеуді тоқтатуымды сұрады. Мен бұған дайын емес едім. Солай кішкене әбдіріп қалдым. Мен өте қатты қуаныштымын Роддың бізге оларды іздеуге көмектесетініне. Ек жай, бұндай бейбітшілік күн келеді деп ойламадым. Сен есіңде ма сол кезде Карси айтқанын? Болашақта эльфтар мен адамдар бір-біріне қарама-қарсы өмір сүреді. Төске төс. Мен сол кезде бұны сандырақ деп санадым. Карси айтқан болашақ бізге жақындап қалған секілді. Бірақ бұл сондай бір түрлі. Сенімен кездескеннен бері Арк, менің айналамда барлық өмір өзгере бастаған секілді көрінді. Хай ғаным, күлдірменізші, бұлай сіздің елестеткеніңіз маған өте қатты күлкілі. Ешқандай күлкілі нәрсе емес, бірақ зұлымдық жазасын алу керек. Қалғаны құтқарылу керек. Арк мырзамен бұл өмір сондай дұрыс секілді көрінеді. Менде осындай сезім. Юлия арна тірі қалды. Не эльфтармен келісім керемет өтті. Ол бүкіл елдің жүрегін өзіне қаратуда. Тақ сізге бұйырмауы мүмкін. Өлтірімді істей алмадық.
Жоқ. Менің бір қызметшім Ильярнаның жағына өткен секілді. Бірақ Жарайды, ондай болса ештеңе етпейді. Роддоның жарқырауы басқа жағынан болады. дәл сол сәтте мен өлдім. Мен өмірге қайта келдім. Демек бұл өмірде мен бітірмеген әлі бір істер бар. Мен сол істерді бітіру үшін тек қана алдыға басамын. Иә, менің періштем. Кидра өлді. Иә, Фумба да өлді. Райда ештеңе етпес. Бірақ Сақинамыз өз пайдасын көрсете алды ғой, ең бастысы сол. Иә. Тек маған қызық, сондай мықты Гидраны кім өлтіре алды? Не болды, Арк? Суық тиіп қалды ма? Жоқ, олай емес. Біреу мені есіне алып жатқан секілді. Бұл қалай? Бірақ ол кім болмаса да, біз өзіміздің істі бітірдік. Енді саяхатты ары қарай жалғастыра беруге болады. Еш нәрсені алаңдатпай. Осындай керемет ісінен кейін қалай ғана тілін барады? Менің тілім жоқ. Қанқа? Не болды, Тиома ханым? Айтпақшы, Аркты сен алғаш рет бас киімсіз көріп тұрсың ғой. Бұл қанға қайнау себебі бір қарғыс бар. Және Тиома. Жарайды, Ариана ханым. Лалатойға қайтқаннан кейін немен айналсамыз? Мен сені ең мықты Кронаға апарамын. Сен ол өзенге баруын керек. Әлгі өзен? Кез келген қарғыстан арылатын өзен. Ұмытып қалдың ба? Мен есіме түсті, өзен. Лорд Дракон өмір сүретін өзен. Өте фантастикалық. Айтпақшы, Тиома ханым, мүмкін болса мен ниндзялар ауылында болғым келіп еді. Иә, әрине. Біз саған тек қуанышты боламыз. Бірінші бөлімнен бері мені көріп келе жатқандарыңызға алғысымды білдіремін. Мен Арк, және бұл менің табиғатта саяхаттауым. Мен бұл әлемге түскен кезде бұндай жаңа таныстықпен, жаңа керемет саяхаттар болады деп ойламадым. Бірақ сонда да бұл әлемге не үшін келгенімді мен әлі де түсінбедім. Бірақ бұл мені алаңдатпайды. Жаңа саяхаттар мен жаңа таныстықпен өмір сүргім келеді. Бізбен болғаныңызға рахмет. Казаниме каналын арнайы дыбысталды.